Ассалаумағалейкум қазақ елі, армысыздар. Бүгін біз сіздерге самоцвет, яғни кристалларды қалай жинауға болатынын түсіндіретін боламыз. Ең алдымен енді ол түсінікті, сіздерге де бәрімізге түсінікті. Мына матчтарды ойнап соңына жетіп осыдан чемпион болсаң береді, бірақ енді оған көп матч ойнау керек болады. Мен енді көбінесе осы онлайн матчтарды ойнаймын. Бұл жерде 20-шы турдан басталады ғой. Мен 10-шы 9-шы турға дейін барам жеңген кезде. Сол тур мысалы 11-шы тур, одан 10-шы тур болған сайын мысалы кристаллар көп бере бастайды. Мен қазір 16-шы турдамын, себебі мен кіріп шығып кетем. Сол кезде менде дивизион түсіп қалады, яғни мен дивизионды 20-шы дивизионға дейін түсіріп тастаймын. Ол жерде маған оңай қарсыластар түседі, яғни оңай қарсыластарды мен оп-оңай жеңем. Олар тіпті соңына дейін ойнамайды да, жартылай ойнайды. Бір 30 минутта 3-4 гол соғып тастап, солай жеңіп кетем. Міне көрсетейін сіздерге қалай мен отказаться етем. Яғни матчқа кіріп сразу бас тартуды нүктесін басамыз. Содан кейін сразу шығып кетеді ойыннан. Одан кейін міне осындай әлсіз қарсыластар шығады. Мен бүйтіп қазір көрсетейін сіздерге. Осылай выйти деген нүктені басасыздар, батырманы. Болды, жеңіс қарсыласыңызға береді. Мысалы сіз осылай жасай берсеңіз, сіз дивизионнан түсіп қаласыз. 17-ден көрдіңіз бе? Мысалы выживаниеға очкоңыз жетпей қалса, ұпайыңыз 17-ші турға түсесіз, солай түсіп қала береді. Солай мен 20-шы турдан бастап солай жеңем енді. Содан кейін көп ойнасаңыздар, мына жерде список лидеров деп тұр ғой. Осы жерден мысалы мен көп ойнамаймын. Көп ойнасам мына жерде 100 кристалға дейін алып жүрдім мен. Бір 9 күн ойнайсыз, күнделікті белсенді ойнасаңыз, осы жерден 100 кристалдан аласыз. Бір 9 күнде. Осылай жинадым мен. Осылай жинауға болады, көріп тұрғандарыңыздай. Осылай достар, енді видеомыз қысқа болып қалды. Сонда да лайк басып достарыңызға таратып тіркеліп кетіңіздер. Сау саламатта болыңыздар.